сол үлкен тойдың куәсі болдыңыздар деген Жанкелді ауданының әкімшілігіне, сол жердегі сіңілдерімізге біз біріншіден ризалық білдіргім келеді. Екіншіден, бүгінгі күні біздің тәуелсіздік алған жылдарымыздағы елдің өсіп өркендеуіне біздің Торғайдан шыққан азаматтардың өз үлесін қосып жүргенде біз әрқашанда мақтан тұтамыз. Ел киелі топырақ, қазақтың қай топырағы да киелі, бірақ Торғай өңірінің алатын орны, қазақ тарихында алатын орны ерекше. Біз арғы аталарымыз Шақшақ Жәнібектен қозғамасақ та, кешегі ұлтқа көсем болған ахаң, жақаңдар, бүгінгі дейінгі қазақтың зиялы қауымының, қазақтың мәдениеті мен өнерін әлемге паш еткен Сырбай мен Ғапу ағаларымызды айтып біз әрқашан мақтан тұтамыз. Сыртта жүрсек те, елде не болып жатыр, қандай өзгерістер бар, жақсы ішіне қуанып, қиындықтарына бізде жүрегіміз ауырады. Сондықтан да алыста жүрген бір жат жұрттық қыздардың атынан мен елдің осындай дүбірлі тойына құтты болсын деп айтқым келеді. Ел аман жұрт тыныш болса, Торғайдың жоғалтқандарының бәрі орнына келеді деген үлкен үміттеміз. Біздің ұрпағымыз сол киелі ұлылар дүниеге келген киелі топырақ өзінің бабына келіп, өзінің сол үлкен биіктіктеріне, үлкен қасиеттеріне қайтарған қолы жетеді. Сол елде тағы да ұлылар дүниеге келеді деген үлкен үміттеміз. Сондықтан да біз осындай үлкен қуаныш үстінде елімізге, халқымызға біріншіден тыныштық тілей отырып, сол біздің Торғай өңіріне, Торғайдың халқына үлкен мерейлі той оңынан болса екен, құтты болса екен, елге жақсы жаңалықтар келсе екен деген үлкен тілектің үстіндеміз. Алыста жүрсек те, қазақтың батыс өңірде жүрсек те, мен өзім елімнен, халқымнан, Торғай өңірінен ешқашан қол үзіп көрген жоқпын. Елдің жақсылығына да, қиындығына да мүмкіндігінше қол созуға тырыстым. Мен осы өңірде жүріп, мына өздеріңіз көріп отырсыздар, Торғайдан қандай бір әдебиет, мәдениетінде өзгерістер болып жатыр. Соларда шыққан шығармалардың бірде-бір қолынан түсірген жоқпын. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, менің әрқашанда көңілімді тыныштандыратын, елге деген сағынышты басатын осындай Торғай елінің шығармашылығына арналған кітаптарды оқимын. Солар туралы біздің ақпарат құралдарындағы барлық жаңалықтарды тыңдаймын. Сондықтан да елге деген сағынышымыз біздің күннен күнге көбейе береді. Біз тек қана сағынып қана қоймай, сол Торғайға, сол елімізге қол созып, барлық мүмкіндіктерді пайдаланып, өз үлесімізді қоссам деп ойлаймын. Қосып та келе жатырмын. Сондықтан да сіздерді жақсылықтарда, еліміздің өркендеген жақсы кезеңдерінде кездесеміз ғой деген үміттемін. Рахмет сіздерге.